Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 12-ші практикалық жұмыс ArcMap және ArcScene арқылы су басу анимациясын жасау. Бастапқыда осы сайтқа кіреміз. Регистрация жасап аламыз. Енді белгілі бір любой бір төрт нүктені алып аламыз. Мысалы, мен алғаным осы картаға жақындатып алдым да Use Map дегенді бастым. Келесі мына жақта Datasets, Digital Elevation, CRTM, біріншісін бастым. Results. Менде мынау карта шықты. Осыны жүктеп алу керек болатын. Мына GeoTIFF форматында жүктеп алдым. Енді келесі біз ArcMap'қа көшейік. Мына жақта біз каталогты ашамыз. Міне менің типім осылай тұрады. Сойға кіреміз. Оның свойствосына система координат. Міне веб-меркатор. Осыған ауыстырамыз. Енді келесі біз мынаның түсін ауыстыру керекпіз. Ол үшін тифтің свойствосына кіріп, цветовая схеманы ауыстырамыз. Ол бізде мынандай болады. Міне түс ауысты. Енді бізде келесі shapefile құру керекпіз. Папканы басамыз. Новый. Shapefile. Атын water level деп қою керек. Water level 3 деп қоям. Тип объекті точка емес полигон. Қалғандары тұра береді. Shapefile құрдық. Енді біз келесі редакторды қосып, начать редактирование. Продолжить. Бастық. Мына жақта создать объекты. Басып, прямоугольникпен тура мынаны қайталаймыз. Қоршау керек болады. Осылайынан қоршаймыз. Енді сохранить изменения, завершить редактирование. Келесі енді біз осы shapefile атрибутына кіреміз. Мына жақта добавить поле, water level, бұлай деп қоя салайын. Жоқ, level. Мына жақта float. Енді мынаның мәнін қою үшін редакторды қосу керек. Начать редактирование. Продолжить. Міне енді мәнін өзгерте аламыз. Бұны біз 179 деп жазамыз. Себебі менде мына жақта ең төменгі низкем 180 болып тұр. Менде содан бір сатыға кішкентай 179 болады. Міне орнаттық. Енді сохранить изменения, завершить дейміз. Мынаны өшіре берсек болады. Келесі енді бізде полигонды растрға айналдыру керек. Біз оны Toolbox'тан іздесек болады. Бірақ ыңғайлы вариант тездететін постта полигоны в растр деген бар. Оны басамыз. Входные данные water level. Мына жақта тоже ауыстырамыз. Қалғандары параметры среды, параллельная обработка 0-ге қоямыз. Қалғандары тұра береді. Осы пайда болған растрды скопировать етіп аламыз. Осыны және
біздің T форматымыз. Копируем. Енді арк скринға кіреміз да, слои сцены, вставить слой. Менде екеуі бір аймақта тұр. Бастапқыда егер тұрмаса сіздерде слои сцены, свойствосына кіріп, система координатын бірде қалдырып, мынау веб маркатор қалдырасыз. Сонда осылай бірге тұрады сіздерде. Енді біз тифтің свойствосына кіреміз. Мына жақта базовые высоты из поверхности, нет деген значениені плавающий дегенге басамыз. Қалғандары тұра береді, ок. Енді астына кетті, көтерілді. Енді растрдың түсін суға ауыстырайық. Водный объект, ок, көкке айналды. Енді біз анимация қосу керекпіз. Менде мына жақта анимация тұр. Егер сіздерде болмаса, ол настройкаға кіріп, мына жақта анимацияны қосып алсаңыздар болады. Өшірдім, қостым. Енді мына жақта настройка. Анимация, менеджер анимация. Менде беріліп тұрғандар қате. Қате емес, жаңадан создавать ету керек. Мен удалить етейін. Жаңадан создать. Алтауын создавать етеміз. Алтау дегенде 0-ден 5-ке дейін. Алтау болып саналады. Енді мына жақта звик Z деген бар. Оны біз мендегі 179 деген мәнді жазамын. Араларында менде 10 аралар 10 болады. Сіздер оған 1 қосып, немесе 20 қосып, сөйтіп жазсаңыздар да болады. Мәселен 179, 189, 199, 209. Осындан дұрыстап жіберейін. 19, 29 болады. Закрыть енді. Мынаған кіреміз. Управление анимация опции. Жақта проигрывать вперед-назад. Вперед-назад. Таңдау керек. Уақытын өздеріңізде ыңғайыңызға қарай ауыстырсаңыздар болады. Менде 10 секунд тұра берсін. Басамыз. Су басылып жатыр. Енді осы анимацияны біз өзімізге экспорттасақ болады. Экспорт анимации. Сақтап, атын өзгертіп, экспорттауға болады. Анимациям осындай болды. Практикалық 12-ші жұмыс бітті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.